имамдар шындықты айтпайды, имамдар тәухидті айтпайды дейді. Имам тәухидті айтпайды дейді имамдар. Тәухид Алланың бірлігін айтпайды дейді. Тәухид деген не? Имамдар тәухидтен айтпай ма? Біз онда бүгінгі сабағымызды тәухид деп ат берейік. Бүгін тәухид сабағы. Алланың бірлігінің, Алла Субхану ва Тағаланың тәухидін, егер бұлардың бөлуімен бөлетін де болсақ, рубубият, улухият, асма сипат, Құранда Алла Субхану ва Тағала айтады: "Хал та'ламу лаху самия" дейді. Алла Тағаланы құсайтын, Аллаға құсайтын нәрсе бар ма дейді. Сіз білесіңдер ма дейді. Хал та'ламу лаху самия дейді. Аллаға бір нәрсе құсайтын бар ма дегенде, имам Ибн Касир рахималлах айтады: "Хал та'ламу лирраб масалан ау шабихан" дейді. Яғни Аллаға бір құсайтын нәрсе, Аллаға бір мысалы шабих бар ма деген бар ма дейді. Бұны имам Табари рахималлах, тағы имам Қуртуби барлықтары келтіреді. Мысалы Ибн Аббастан осы аятты сұрағанда юриду хал та'ламу лаху валадан дейді. Кім Алланы сипаттарын пендеге құсаттырса, ол Аллаға баланы нисбат бергенде дейді. Яғни Алланың баласы бар деген сөз дейді. Себебі ең адамға жақын нәрсе баласы дейді. Дұрыс па? Сіз Алланың баласы бар десе, ол қандай ширк? Ол ширктердің білі. Аллаға сиыр қосқан, дұрыс па? Кім Алланың баласы, ұлы бар десе. Имам Ибн Аббас хал та'ламу лаху самия деген аятта, сіз Аллаға бір құсайтын нәрсе білесіңдер ма дегенде, хал та'ламу лаху валадан дейді. Аллаға бір бала, ұлы бар деп ойлайсыңдар ма деген тәпсірді береді. Себебі ай надиран ау мислан ау шабихан. Немесе оған назир. Соның тайы бар ма Алланың дейді. Алланың тайы жоқ дейді. Кімді кім дейді. Алланың сипаттарын пендеге құсап тұратын болса, Алланың тайы бар деген сөз дейді. Алла сипаттарында тайы бар дейді. Осы ширк, Аллаға ширк қосқан сөз дейді. Дұрыс па? Яғни кім Алланың сипаттары, пенденің сипаттарына құсайды десе, ол Аллаға ширк қосқаны болады. Неге? Оны Ибн Аббас рахималлах айтып жатыр: "Хал та'ламу лаху самия" деген аятты кім Аллаға құсайтын нәрсе біледі ма дегенде, хал юриду хал та'ламу лаху валадан дейді. Яғни Аллаға ұлы бар ма деген сұрақ дейді бұл дейді. Субханалла. Яғни Алланың сипаттарын көшу, отыру, келу, жүру деген сипаттар ол дененің худус, жаратыстың сипаттары болар. Кім жаратыстың, пенденің сипаттарын Аллаға беретін болса, ол Аллаға серік қосқаны болады. Дұрыс па? Онда бұл мен айтатын сөзім барлығы бір жаны бар сөздер. Бұл Құранның аяты, Ибн Аббастың сөзі: